Сәлем, бұл заманның кестелеу курсы. Бұл видеода біз аппликация жасауды үйренеміз. Так, бастаймыз. Машинкамызды дайындап қойдық. Біз тудың вышивкасын жасаймыз. Міне өздеріңіз көріп жатқандай. Алдымен пяльцыға матаны бекітеміз. Матаны бекіттік. Енді вышивка жасалынатын аймақты көрейік. Осы аймаққа вышивка жасалынады. Чтобы білу үшін бұл шекараларды біз енді бізде N830, бұл Canon 500 сияқты соның аналогы. Осындай менюда 4 бұрышты стрелкалардан құралған кнопка бар. Соны басамыз. И әртүрлі углдар. Мынаның ортасын басқан кезде бізге көрсетеді. Міне көрсетті. Ал енді біз вышивканы бастаймыз. Ең алдымен оның шекарасы қай жерде болады, соны біліп алайық. Шекарасы осы аймақта болады. Енді тоқтатамыз. Одан кейін осындай аппликацияға матаны саламыз. Так, енді матаның шекаралары қазір вышивка жасалынады. Осыдан кейін пяльцаны аламыз да, мына артық матаның жиектерін кесіп тастаймыз. Қорықпай максимально жақын ала беруге болады. Негізі аппликацияға осындай доғалдау, ұшы доғалдау қайшы қолданған ыңғайлы. Осындай қайшы алып алыңыздар. Жиектерін бүйтіп кесіп тастаймыз. Аппликация қай жерде ыңғайлы? Мысалы үлкен аймақ болса вышивка, мысалы егерде бірнеше слой болса, өйткені вышивка жасалған үстінен тағы да вышивка жасау бұл ыңғайсыз. Ине кірген кезде машинка қиналады. Бұл жерде мен қалдырып кеттім, негізі максимально жақын алған абзал. Сол кезде ол қиылған тұстары покровной шовтың астында қалып қояды. Қазір сіздерге көрсетемін. Так, артықтары қиылды. Енді қайтадан оны кронштейнге пяльцаны бекітеміз. Кронштейнге бекіттік. Енді вышивканы жалғастырамыз. Артық жіпті кесіп тастайық.
өздеріңіз көріп отырсыздар, қазір жиектерін тігіп жатыр. Сонда аппликация деген бұл матаның үстіне матаны тігу болып табылады. Сіздер өздеріңізде сатып алып жүрген киімдерді көрген шығарсыздар. Міне қараңыздар. Жиектерін тігіп тастады. Енді мынау покрывной шов жасап жатыр. Қараңыздар. Қараңыздар, покрывной шов. Міне осыны аппликация дейді. Бұл өте ыңғайлы инструмент, өте ыңғайлы вышивканың түрі. Неге бұл жерде біз аппликацияны қолдандық? Өйткені туда енді көк түс бар, одан кейін көк түсінен біз сары түсті қолданамыз, яғни күнді, қыранды вышивка жасаған кезде. Сол кезде аппликацияның үстіне аппликация вышивка жасаған кезде өте қалың болып келеді, және машинка қиналады бір, екіншісінен инелер сынып кетуі мүмкін. Сондықтан осындай жағдайда аппликация қолданған дұрыс. Енді өздеріңіз қарап отырасыздар. Экономия, нитік. Так, енді ортасында бізде сары түсті жіп. Мен көк түсті жіпті алып тастаймын. Сары түсті жіпті аламын. Так, салқайым. Дайын. Вышивка жалғасып жатыр. Қараңыздар, енді бұл жерде бағанағы аппликация екінші мынау көгілдір түсті матаның үстінен вышивка жасалынады. Қараңыздар. Ешқандай проблемасыз матаның үстінде вышивка жасалынады. Бұл өте ыңғайлы. Мата, екі мата. Ат қалды емес. Осылайша вышивка жасалып жатыр. Біздің аппликациямыз дайын, міне қарап жүріңіздер. Осындай аппликация жасалынды. Яғни вышивкада матаны қолдануының арқасында кейбір аймақтарды вышивкасыз жасап үнемдеу. Бұл жерде біз көк түсті матаны қолдандық. Сол жерде біз жиектерін болса вышивкамен жамадық. Бұны аппликация деп атайды. Выкум программасында бұл аппликацияны қалай жасау керек, біз бөлек видео сабақ жасаймыз. Егерде бұл аппликацияны сіздер қолданатын болсаңыздар, тәжірибе жасаудың арқасында өздеріңіз бұл қалай жасалу жолын түсініп аласыздар міндетті түрде.
Сіздермен болған заманмен кестелеу курсы міндетті түрде үйренген нәрселерді қолданыңыздар. Білімдеріңіз арта берсін.